ертегідегі хикая сияқты біздің мына жанар-жағармай да өсіп жатыр. Осыдан 4 күн бұрын 225 болып тұрған. Бұл әлі осымен тоқтамайды деп тұр ғой, 230-бен тоқтамайды деп тұр. Одан да қымбаттайды деп жатыр. Қанша қымбаттайтынын білмеймін енді, бірақ 300-ден асуы да мүмкін болып тұр ғой бұл. Жанар-жағармайдың қымбаттаған не пайда? Ол мына шөп қымбаттайды, шөп қымбаттаса картошка, азық-түліктің бәрі қымбаттап жатыр. Мысалы, қазір бір қойдың өзін жоқ дегенде 100-120 мың қаласың ғой. Нормально семіз дегеннің өзін. Жылқының етін айтпай-ақ қойын, сиырдікін айтпай-ақ қойын. Сол бәрі минут сайын қымбаттап жатыр. Зарплата бүйтіп өспейді. Алатын айлығымыз 170-180. Қайтып күн көреміз, білмеймін. Өкімет халықты мүлдем ойлап жатқан жоқ сияқты ғой. Зарплатамызға сай емес қой қымбатшылық.